Біз қазір аудан басшысы Қайыржан Серікбайұлы мына жерде құрылысты бақылады. Енді қазір Қайыржан Серікбайұлының өзіне барамыз. Сәлеметсіз? Қайыржан Серікбайұлы, бір ғана сұрақ, одан кейін мазаламаймыз. Біз кездескенбіз. Біз? Қайыржан Серікбайұлы, бір-ақ қана сұрақ, одан кейін кетеміз. Жоқ. Неге? Мен жауап берейінші. Арманмен біз келіскенбіз. Арнайы график ұйымдастырамыз дедік. Қайыржан Серікбайұлы, бізді қашан қабылдайсыз өзіңізге? Мен айттым ғой сізге. Бір ғана сұрақ, кетеміз. Бізге ешкім айтқан жоқ, сол үшін сізге кеп тұрмыз. Тоқтай тұрыңыз. Мынау сонда не? Мынау сонда не? Тоқтай тұрыңыз. Міне, Арман қайда? Қайыржан Серікбайұлы, бір ғана сұрақ, қашан кездесеміз? Тоқтай тұрыңыз. Міне. Одан кейін кетеміз біз. Міне қараңыз. Сіз айтыңызшы, Қайыржан Серікбайұлы. Өйткені қаншама халықтың сұрағы бар. Бұл Іле ауданының әкімі Қайыржан Серікбайұлы. Қаңтар айында ресми хат жіберіп, наурыз соңына дейін қабылдауын күттік, кіре алмадық. Наурыз қарсаңында баса көктеп көшеден сауал қоюымыздың мәнісі сода еді. Ал шын мәнінде бәрі былай басталғанда.